Баршаңызға сәлем. Бүгін асқабақтың пайдасы мен емдік қасиеттері туралы айтатын боламыз. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор және магний элементтер жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптен пайдалануы керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға да көмек береді. Асқабақты жүктілік кезінде де қолданған жөн, әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларына күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түрлеріне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Асқабақтың емдік қасиеттері Авиценнаның жазбаларында да, Мұхаммед Хусейннің Ширазидің еңбектерінде де кездеседі. Бұл жазбаларда тіпті асқабақ дәнінің майы құлақ пен тамақ ауруына ем ретінде пайдаланылған, ыстығы көтерілген адамдарға асқабақ шырынының шипалы әсер ететіндігі айтылады. Сол ерте заманның өзінде де көру қабілеті нашарлағанда, қан азықтан жапа шеккенде, артық салмақтан арылғысы келгенде адамдар асқабақтың еміне жүгінген. Сонымен қатар асқабақ асқазан мен ішекті шылақтан тазартып, зат алмастыруды тұрақтандырады. Осынау дақыл дәндерінің құрамында жүрек жұмысына қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілік мөлшері бар. Магний жүрек бұзылуына, бұлшық еттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тоқсауыл қояды. Ғылымда жүрек қан тамырлар ауруларына тудырады. Ал дәнектерінің құрамында фитроциттер қандарды велосипедтерден деңгейін төмендетеді. Асқабақ дәндерінің құрамындағы триптофан амин қышқылдар ағзамыздағы серотиннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықта жақсаруына септігін тигізеді. Дәнек құрамындағы цинк бас мидың жұмыс қалыпқа келтіреді. Есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды да басатын қасиетке ие. Дәнектердің жасуынық ішек жұмысын да белсенді етіп босата алады. Дәрігерлер іш қату қиындықтарға тап болғандарда күнделікті тағамға асқабақ дәнектерін қосуға кеңес береді. Асқабақ дәнектерінің жүктілік ең алғашқы айлары маза бермейтін жүрек ауруларына жақсы көмектеседі. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында еріктіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.